Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бүгін ИП жабылған туралы отчет көрсетейін. Маған бірнеше адамдар ИП-сын жабуға сеніп тапсырды, сертификаттерін берді. Оларды тапсырып бердім. Отчеттарын жауып, ИП-ларын жауып бердім. Ол яғни 15-20 күндей уақыт алды. Мысалы қарасаңыздар, біреуі 9 ақпан күні тіркелген, 3 март күні, яғни бүгін ол ИП-сы жабылды. Біздер оны ақпан айының 20 күні тапсырдық. Бүгін марттың 3-і. Яғни қарасаңыздар, 13-15 күндей системада қаралды. Яғни налоговый кабинетте қаралды. Міне тағы да басқа бір иінді қарайық. ИП Қуаныш. Бұл қарасаңыздар 23 ноябрьде тіркелген, 19 ақпан күні жабылды. Оны біздер 1 немесе 2 ақпан күні жабуға жібердік. Бұл 17 күн қаралды. Яғни әркімде әртүрлі версия печати басып, соны шығаруға болады ИП-ның жабылғандығы туралы. Әркімде әртүрлі, біреуде 15 күн, біреуде 13 күн, біреуде 20 күн өздерінің налоговый органға қарай, әрқайсысы әртүрлі қарайтын болады. Дәл осылай ИП-ларды ЭЦФ арқылы жауап беретін боламын. Тағы да жабуға жіберілген кілттер бар. Олар әлі 20 күн өткен жоқ. Олар системада қаралуда. Сол себептен оларды алдағы уақытта жабылатын болады. Бірақ оған видео түсіріп жатпаймын. Осы 2-3 ИП-ның жабылғаны жетеді деп ойлаймын. Егер сіздерге ИП жабу керек болса, маған хабарласыңыздар. Данный деген кезде менің WhatsApp нөмірім, телефоным барлығы бар. Хабарласыңыздар, ИП-лар жауап беретін боламын. Сіздерге көп рахмет.